Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен PDF форматтағы құжаттарымызды Word форматына айландыру туралы, немесе JPEG форматтағы суреттерімізді PDF форматқа ауыстыру, немесе PDF форматтағы құжаттарды Word форматына ауыстыру туралы көрсететін боламын. Ол үшін өзіміздің компьютеріміздегі браузерге кіріп, кез келген браузерге кіріп, іздеу жолағына конвертировать Word деп жазып көреміз. Жазғаннан кейін шыққан бірінші сілтемеге ilovepdf.com деген бірінші тұрған сілтеменің үстін бір мәрте шертеміз. Бұл жерде Word күйіндегі файлды біз PDF форматына ауыстыра алатын боламыз. Ол үшін выбрать Word файл дегеннің үстін бір мәрте шертеміз және сол құжатымызды көрсетеміз. Яғни Word құжатымыз біздің қай жерде, соны көрсетіп, соны біз PDF-ке айландыратын боламыз. Мысалы, мен өзімнің рабочий столдың бетіндегі кез келген бір Word күйінде жазылған файлды таңдайын. Мысалы, открытті басамын. Осы кезде міне бізге жаңағы Word форматындағы құжатымыз келіп түседі. Мен енді бұны қазір PDF форматына конвертация жасауым керек. Егер осы жерде мен тағы да 2-3 құжатты қойып айландыруым керек болып жатса, онда тағы да мына жердегі қосу батырмасын басып, тағы да бір Wordты таңдауыма болады. Бір ғана құжатты емес, бірнеше құжаттарды бірден осы неге айландырып, PDF-ке айландыруға болады. Міне менде 2 болды, 2 Word форматта жазылған құжатты мен қазір PDF-ке конвертация жасаймын. Енді осы төменгі жақтағы конвертация в PDF дегеннің үстін бір мәрте басамыз. Сол кезде бізде осындай загрузка жүреді. Міне, загрузка бітті. Енді скачать PDF-ті басамыз. Сонда біздің жаңағы 2 Word-та жазылған құжатымыз PDF-ке айланады. Ол мына жерде төменгі жағына қарасаңыздар, мына жүктеліп түсті, бірақ ол архив болып түседі. Енді оны ашып көреміз, показать все деп, показать папкеде бір папкамызға көрсетіп аламыз. Міне бізде ол тұр, ilovepdf дегенде конвертацияның жасалған. Енді біз осы конвертация жасаған архивті біз архивтен шешіп алуымыз керек, архивтен шығарып алуымыз керек. Немесе осының үстін 2 мәрте бассақ, міне біздің жаңағы 2 Word-тағы жаңа жоспар, сұраныс дегеннің үстін бассақ, міне мына жердегі белгісіне қарасаңыз, осы 2 Word-тағымыз біздің PDF форматына ауысты. Енді ашып көреміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің жаңағы құжатымыз міне PDF форматына ауысты. Бұл бастапқыда бізде Word-та тұрғандығын, енді міне бұл PDF-ке ауыстырды. Өте оңай. Кей жағдайда бізде сұрап жатады, Word күйінде жіберсек, бізге PDF форматқа айландырып жібер деп жатады. Міне осы кезде осылай оңай жасап жібере берсеңіздер болады. Мысалы, мына жаңа жоспар деген, бұл да бізде жаңа Word күйінде тұрған. Енді мен оны PDF-ке айландырдым. Өте оңай. Осылай жасасаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің жаңағы Word-тағымыз міне PDF форматына осылай ауысып келді. Енді келесі бұндай жағдайда емес, енді мысалы бізде кей жағдайда сурет болады. Енді суретті қалай PDF форматқа айландыру керек. Ол үшін тағы да қайтадан бастапқы бетке барып сіздерге басынан көрсетейін. Енді конвертировать Word в PDF дейміз. Енді конвертировать енді бүйтіп жазсақ болады. JPEG, яғни суретіміз, JPEG форматтағы суретімізді Word-қа, PDF-ке айландыру. Міне, конвертация JPEG в PDF-ке, суретімізді PDF-ке айландырамыз. Бұл да бізде кездеседі. Кейде біз суретімізді біреу құжатта тапсырғанда немесе сурет жіберуіміз керек болады. Біз оны JPEG күйінде жіберсек,
бізге PDF-ке айландырып жібер деп жатады. Осы кезде білмей жатамыз. Міне осы кезде оңай осы I love PDF-на көріп тұрсыздар ғой жоғары жағындағы иконкасы. Осы сервис арқылы біз оңай айландыра аламыз. Енді выбрать изображение JPEG дегенді басамыз. Яғни біздің сурет форматымызды тауып аламыз. Менде қазір рабочий столдың үстінде бір суретімізді қазір тауып осы жерге қоямыз. Мысалы, мына бір суретіміз. Осыны PDF-ке айландыру керек болады. Открыть дейміз. Міне бұл жерде тағы да бірнеше суреттерді қойып, барлығын бірдей конвертация жасауға болады. Енді оң жақтағы, астыңғы жақтағы конвертация в PDF дегеннің үстін бассақ, бізге қазір міне скачать деп басамыз. Біздің жаңағы JPEG форматтағы суретіміз міне астына қарасаңыздар, ол PDF-ке айланып түсті. Показать все, показать папке деп қазір көрсететін боламын. Яғни бұл бастапқыда бізде сурет болатындығын, енді ол суретіміз бізде PDF форматына ауысты. Өте ыңғайлы, осылай ауыстырып жасасаңыздар болады. Яғни біздің суретіміз PDF форматына осылай ауысады. Өте оңай. Енді керісінше жасауға болады. Мысалы, PDF форматта берілген құжатымызды, оны біз Word-қа айландыруымыз керек болады. Мысалы үшін бізде бір сабақта БЖБ, ТЖБ алатын уақытта кейбір тапсырмаларымыз бізде PDF форматында болады. Сөйтіп біз оны өзгертетін жеріне қиналып жатамыз. Сол кезде біз PDF форматтағыны Word форматына ауыстыра аламыз. Керісінше, енді қайтадан осы жерге жазамыз конвертировать PDF в Word. Өзі барлық осы жерде көрсетіліп тұрады. PDF форматтағыны Word-қа, Excel-ге, тіпті конвертировать PDF в презентацияларымызды да PDF-ке айландыруымызға болады екен. Енді конвертировать PDF в Word. Яғни PDF форматтағы құжатымызды енді Word-қа айландыруымыз керек. Керісінше, біз жаңа Word форматындағы PDF-ке айландырған едік. Енді PDF форматты Word-қа айландыру үшін міне осы бірінші шыққан сілтеменің үстін басамыз. Дәл жаңағыдай выбрать PDF файл. Енді біз бұл жерде PDF форматта жазылған файлымызды таңдаймыз, үстін басып, ол бізде қай жерде тұр? Алдын ала дайындап аламыз, ауыстыратын құжаттарымыздың барлығын дайындап алып, қазір осы жерден қоямыз. Мысалы, мен қоямын, открыть. Міне PDF форматтағы менің осы бір құжатымды қазір мен Word-қа айландыруым керек. Төменгі жағындағы преобразовать Word дегеннің үстін басамыз. Міне қазір айланып жатыр. Олды скачать в Word. Word кейінге жүктеп алам дегенді басамыз. Міне астына барып ол түсті. Үстінен бассақ, менің бағанағы PDF форматтағы құжатым менде оңай Word-қа айланып шыға келді. Осы жерде мен өзімнің өзгертулер жасайтын болсам, өзгертіп, қосатын жерін қосып, өшіретін жерімді осылай осы жерде жасай беретін боламын. Өте ыңғайлы, қазір барлық мүмкіндіктердің барлығын жасап қойған, тек қана интернетіңіз болса, мегабайтыңыз болса болғаны, түрлі қиындықтардан оңай шығуға болатын түрлі жолдарын бізге беріп қойған. Міне осылай PDF форматты мен Word күйіне ауыстырып алдым. Келесі, мысалы, енді бізде презентациямыз бар, PowerPoint бағдарламасына жасалған. Оны да дәл осылай жасасаңыздар болады. Ол үшін мына жерге енді конвертировать PowerPoint деп жазамыз, презентацияны аудару керек болады. Конвертировать презентация в PDF. Яғни презентациямызды PDF-ке айландыру. Міне конвертация PowerPoint в PDF. Ішінде I love PDF.com деген сервис арқылы осы өте тиімді, осы сервиспен қолдансаңыздар, жасасаңыздар, ол өте керемет. Осының үстін басамыз. Тура сол жаңағы әрекетіміз,
Енді бұл жерде біз көріп тұрсыздар, выбрать PowerPoint, яғни PowerPoint-та жасаған құжатыңды таңда деп тұр, біз сол құжатты конвертация жасаймыз деп жатырмыз. Үстінен бір мәрте шертеміз және оны көрсетеміз, қай жерде тұр. Мысалы біздің презентациямыз, сол презентацияны, мысалы менде мынау презентация PowerPoint-та жасалған, мен оны PDF-те айландыруым керек. Міне, көріп тұрсыздар, мынау PPTX дегеніміз бұл PowerPoint программасында жазылған. Осы жерден қосу батырмасын басып, тағы да өздеріңіз бәрін қойып алып, бірден конвертация жасаңыздар болады. Міне конвертация болып PDF-ті басамыз. Бізге оңай, жылдам, тез жасап береді. Скачать PDF-ті бассам, міне ол бізде астына барып түседі. Міне жүктеліп жатыр астына. Міне жүктеліп болды. Қазір көреміз, үстін басып. Яғни бізде бұл басында PowerPoint программасында жасалған. Енді міне көріп тұрсыздар, неге айланды? Бірден PDF форматқа айланды. Тіпті бұл жерде жаңағы презентациямызды Word-қа да айландырып жіберуімізге болады. Қажет болса осы жерден принтерге беріп қағазға шығарып алсақ та болады. Өте мүмкіндіктері көп. Егер сіздерге осындай PDF форматтан Word-қа, Word-ты PDF-ке, JPEG форматтағыны PDF форматқа айландыру керек болса, міндетті түрде осы I Love PDF сервисі арқылы жасауға кеңес беремін. Және айтып кететін жағдай, бұл сервиске регистрация арқылы тіркеліп алсаңыздар да болады. Бір тіркеліп қойсаңыздар, керек кезде кез келген құжаттарыңызды конвертация жасай бересіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Кәделеріңізге жаратыңыздар, достарыңызға, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, және менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Менің каналымда түрлі дайын, тегін ұстаздарға, жас мамандарға арналған түрлі дайын тегін сабақтарды көре аласыздар. Каналға міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.